Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында табада пісетін лаваштың рецебімен бөлісетін боламын. Қамырлары қытырлап, сондай дәмді сочный болып шығады. Жасалу жолы өте қарапайым әрі оңай. Видео қызық болса, менімен бірге соңына дейін болып, видеоны толық қараңыздар. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписация басып, каналыма жазылып кетіңіз. Ендеше кеттік бастаймыз. Бізге керегі қызанақ, қияр, орамжапырақ, пияз, піскен картоп, шұжық және де майонез, кетчуп қажет болады. Ең алдымен қызанақтан бастайтын боламыз. Қызанағымызды ортасынан бір бөліп алып, артық жерлерін алып тастап, жарты ай тәріздес етіп, жұқалап турап алатын боламыз. Қызанақтарымыздың барлығын турап алдық. Енді кезекте қиярларымызды тураймыз. Артық жерлерін алып тастап, ұзыннан жұқа етіп кесіп аламыз және де ұсақтап турап алатын боламыз. Міне қиярларымыздың барлығын турап бітірдік. Енді кезекте пиязымызды турап алатын боламыз. Егер сізге ұнамайтын болса, пияз қоспасаңыз да болады. Бірақ осы лаваштың арасында пияз ерекше дәм беріп тұрады. Бұның ащылығы мүлдем білінбейді. Енді біз орамжапырақтарымызды майдалап турап алатын боламыз. Тек жұмсақ жерлерін ғана пайдаланамыз, ал қатты жерлерін, өзектерін қоспаймыз. Енді осы шұжығымыздың сыртындағы қабығын ашып алып, бұны да майда етіп турап алатын боламыз. Осылай үйде тауық еті болмай қалған жағдайда шұжық қосуға да болады. Шұжықпен де лавашымыз өте дәмді болып шығады. Енді кезекте алдын ала духовкада пісіріп алған картоптарымызды осылай ортасынан бір немесе екі рет бөліп турап алатын боламыз. Барлық керек затымызды турап алдық. Енді дайын лавашымызды алып, ортасына дәл осылай майонез жағып алатын боламыз. Ең бірінші шұжығымыздан бастаймыз. Шұжықтарымызды дәл осылай майонездің үстінен салып аламыз. Үстінен қызанақтарымызды салып шығамыз. Осылайша турап алған заттарымыздың барлығын өз кезегімен бірінің үстінен бірін қойып алатын боламыз. Қызанақтан соң қиярымызды, пиязды, оның үстінен орамжапырақ, картопымызды және де үстінен қызанағымыз бен қиярымызды салып аламыз.
үстінен кетчуптерімізді құйып, лавашымызды жақсылап орап алатын боламыз. Табаға салғанда жан-жағынан шығып кетпес үшін дәл осылай видеодағыдай етіп орап алған дұрыс. Осы лавашымызды енді қызып тұрған табада екі бетін пісіріп алатын боламыз. Табамызға май құймаймыз, дәл осылай құрғақ табаға орташа отта екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің лаваштарымыз дайын. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Қамырлары қытырлап керемет болып піскен. Арасындағы начинкамыз да өте әдемі болып тұр. Дәл осы рецептпен сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.